Достар, сұрақ келіп түсті. Үлкен дәретім қан аралас. Неге, не істеймін дейді. Қараңыздар, үлкен дәреттің қан аралас болуы 80% ол геморрой бар болған жағдайда болуы мүмкін. Және анальды сызат. Яғни бұл бастапқыда қалай басталады геморрой? Геморрой бастапқыда анальды каналдың қышуынан басталады. Сонымен қатар, яғни үлкен дәретке отырғанда дискомфорт болуы мүмкін. Осылай басталып, сосын отырғанда да дискомфорт болуы мүмкін. Одан кейін уже яғни әжетханаға барғаннан кейін қағазда көреміз қан. Одан кейін егер қан кету көлемі үлкейсе, уже үлкен дәреттің үстінде де қан көруіміз мүмкін. Сіздер не істеулеріңіз керек бұл жағдайда? Қазір айтып өтемін. Яғни ақшам жоқ, тегін қаралуға бола ма? Я, болады тегін қаралуға. Не істейсіздер? Поликлиникаға, емханаға жазыласыздар. Емханаға егер қан кету көп емес, жағдайларыңыз қалыпты болса, емханаға жазылып, жалпы тәжірибелік дәрігер, терапевтке барып, проктолог дәрігерге жолдама аласыздар. Проктолог дәрігер сізді, яғни тік ішекті саусақпен тексереді, көзбен қарайды, инспекция жасайды. Сонымен қатар керек болса аноскопия дейді, колоноскопия, сондай зерттеу әдістеріне және әртүрлі анализдер тағайындайды. Мысалы, егер қан көп мөлшерде кетіп жатса, бұл сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан жедел түрде 103-ті шақырып, ауруханаға барғаныңыз жөн. Немесе приемный покойға өзіңіз барсаңыз болады. Приемный покойға барыңыз, сізді жедел түрде сол жерде қарап, емін жасап береді. Егер үлкен мөлшерде қан кетіп жатса, бұл опасны, я. Сонымен қатар, яғни кішкене кетіп жатыр, ол ауру емханаңызға баратын уақытым жоқ, жұмыстамын, уақытым тығыз десеңіздер, жеке клиникаларға хабарласыңыз. Проктолог дәрігер болса, проктолог дәрігерге жазылыңыздар. Проктолог дәрігерге барасыздар, ол анальды каналдың айналасын қарайды, сосын саусақпен тексереді. Керек болса, ары қарай аноскопия, колоноскопия, қан анализдерін, сонымен кал анализдерін тағайындайды. Керек болса, емін жасайды. Негізі бастапқы стадияларында майздармен, свечалармен емделеді және жаттығулармен емделеді. Ал егер ауыр жағдайларда операция керек болады. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар. Пайдалы болса, басқа кісілерге де жіберіп қойыңыздар.